Адамзат ғарышты тек алдыңғы ғасырдан бастап қана бағындырды. Бірақ та бүгінгі күні кей ғалымдар алыс емес болашақта адам баласы басқа планеталарға қоныс аударады деп болжап отыр. Жерден басқа планетаға көшу көптеген себептердің салдарынан болуы мүмкін. Бірақ та бұл аса маңызды емес. Маңыздысы біздің жаңа мекен ететін үйіміз қай планета болады деген сұрақ. Міне осы сұрақты бүгінгі видеода талқылайтын боламыз. Мекен етуге болатын планеталардан бастап біздің жеріміздің көшірмесі секілді 11 планетаны сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Шакамуроның арнасына қош келдің. Арнамыз күннен күнге алға қадам басып, дамып келеді. Сіздердің қолдауларыңыздың арқасында 70 мың көрерменге де жеттік. Алдағы мақсат 100 мыңға жету. Ол мақсатқа сіздердің көмектеріңізсіз жете алмаймын. Сол үшін видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер. Көп рахмет. Проксима B. Проксима B деп аталатын планетаны астрономдар 2016 жылдың тамыз айында тапты. Ол жер секілді күннің айналасын айналмайды. Қызыл ергеже Проксима Центавра жұлдызын айналады. Ал Проксима B планетасы үшін қызыл ергеже Проксима Центавра жұлдызы біздің күн секілді қызмет атқарады. Оның басты мақсаты планетаны жарыққа орап, жылытып отыру. Проксима B планетасы біздің жер шарымыздан шамамен 40%-ға үлкен, және ол планетаның да көп бөлігін мұхит алып жатыр. Бір қызығы, Проксима B-де бір жылда 11 күн ғана бар. Әрине, жақында ашылған бұл планетаның кемшіліктері де жеткілікті. Қызыл ергеже Проксима Центавра жұлдызы өте кішкентай болғандықтан планетаға жарық өте аз түседі. Сол себепті де ол планета өте қараңғы. Оған қоса бүкіл планета бойынша дауылдар жиі соғып тұрады. Және ол дауылдардың күші жердегі дауылдардан әлде қайда жоғары. Кеплер 62F. Бұл планетаның жасы миллиардтаған жыл. Бірақ ғалымдар оны тек 2013 жылы тапқан. Кеплерді зерттеу барысында ғалымдар керемет жаңалық ашты. Оның біздің жер шарымызбен сәйкестігі таң қалдырды. Бірақ Кеплер өзінің күнінен тым алыста орналасқан. Сол себепті де оның көп бөлігін мұз басқан. Соған қарамастан тұщы су қоры көп болғандықтан адамдар бұл экзопланетада мекен ете алады. Адамдар бұлай тұрсын, бұл планетада өзге ғаламшарлықтар да болуы мүмкін. Бүгінгі таңда бұл планетадағы мезгіл жерде баяғыда өтіп кеткен мұз дәуіріне ұқсас. Глизе 581G. Бұл аспан денесі 3 әпкелі сіңлілі планеталардың бірі. Бірақ осы үшеуінің ішіндегі Глизе 581G қоныс аударуға қолайлы болып саналған. Оның көлемі үлкен және күннен қажетті мөлшердегі жарық пен жылу қабылдайды. Ол жерге өте ұқсас. Сол себепті де бұл жерде өмір бар болуы әбден мүмкін. Тіпті ол өмір жай ғана қарапайым организмдерден емес, омыртқалы жануарлардан құралған болуы да мүмкін. Болжам бойынша бұл планетада таулар, сұйық су және ең маңыздысы атмосфера бар. Бірақ осының бәріне қарамастан, бұл планетада мекен ету оңай болмайды. Көп аумағы тым суық болғандықтан тек аз бөлігі мекен етуге қолайлы. Ал ол мекен етуге болатын бөлігіндегі температураның төмендігін жердің ең суық аймағымен салыстыруға болады. Глизе 581G-дегі жыл жердегі жылдан 10 есеге аз. Бір жылында 36,6 күн бар. Соған қарамастан планета жерден әлде қайда үлкен. Және оның гравитациясы біздің жердегі гравитациядан 1,7 есеге көп. Сол себепті де жерде мекен ететін 70 келелі адам Глизеде 119 келі салмаққа дейін ауырлайды. Егерде Глизе 581G-де тіршілік болса, олардың көлемі біздің жердегі тіршіліктерден жеңіл және бойлары кішкентай болады. Кеплер 452b. Алғаш рет ғалымдар бұл планетаны 2015 жылы жолықтырды. Ашылу барысында ғалымдар оны супер жер деп атағысы келді. Бұл планета біздің жерден 5 есеге үлкен. Ол жерде бір жыл 385 күнге созылады. Бірақ қолайсыз тұсы бұл планетаның барлық бөлігінде Шымкент секілді өте ыстық, және бұл планетаға қоныс аудару көп уақытты талап етеді. Себебі жер мен Кеплер 452b-дің арасындағы ара қашықтық 1402 жарық жылына тең. Қаншалықты алыс екенін елестеткіңіз келсе, бір жарық жылы шамамен 10 триллион шақырым. Кеплер 438b. Ғалымдар бұл экзопланетаны да 2015 жылы ашқан. Жоғарыда айтқан басқа планеталармен салыстырғанда бұл планета бізге жақын. Жерден 473 жарық жылына тең ара қашықтықта орналасқан. Ғалымдардың ақпараты бойынша бұл планета біздің жер шарымызға 88% ұқсас. Ал кей тұстары жерден де жақсы.
Мысалға, ол жерден үлкен және көп күн жарығын алады. Бірақ та бұл планетаның атмосферасы өзінің күшімен мақтана алмайды. Атмосферасы әлсіз болғандықтан, басқа жарық жұлдыздардан бөлінген ультракүлгін сәулесі оның жер бетіне тиіп жатады. Кім біледі, мүмкін біз басқа планеталарға саяхат жасап үйренгенше, бұл атмосфераның мәселесін шешуді де үйреніп қалармыз. Кеплер 22b. Ал бұл планета жерден 587 жарық жылы қашықтықта орналасқан. Ол күнге жақын орналасқан. Сол себепті де оны мекен етуге қолайлы планета ретінде қарастырсақ болады. Ғалымдар Кеплер 22b'ді 2011 жылдың ортасында жолықтырған. Және зерттеу барысында бұл Кеплер жерден әлде қайда суық екені белгілі болды. Себебі ол күннен бізге қарағанда алыс орналасқан. Ал көлемі жағынан біздің жерден 2 есеге үлкен. Орташа есеппен күндіз бұл планетадағы температура -30 градусқа дейін. Кеплерде бір жыл жердегідей 365 күн емес, 290 күнді құрайды. Себебі оның мөлшері үлкен. Сондықтан да күннің айналасын тезірек айналып өтеді. Егер біз бұл планетаға қоныс аударатын болсақ, керемет байлыққа тап боламыз. Себебі бұл жерде әртүрлі газдар көп. Кеплер 22b'дің көп бөлігін мұхиттар алып жатыр. Сол себепті де көп адамдарды осында орналастыру үшін қолдан жасалған аралдар соғу қажет болады. Кейбір ғалымдардың ойынша, Кеплерде қазірдің өзінде тіршілік бар. Олар көзге көрінбей су астында мекен ете алады. Әзірге біз Кеплер 22b'дің салмағын білмейміз. Бірақ ол расымен де біздің планетаға ұқсас болатын болса, ол жердегі гравитация біз үшін ең қиын мәселелердің бірі болады. Себебі ол жердің гравитациясы жерден 2,4 есеге күшті. Сондықтан жерде 90 келелі болған скафандр Кеплерде 216 келеге жетеді. Ал адам ондай салмақпен қозғала алмайды. Ғалымдардың келесі бір бөлігі Кеплер 22b жерге емес, еріп кеткен Нептун планетасына ұқсас дейді. Егер Кеплер расымен де мұзы еріп кеткен Нептунға ұқсас болатын болса, онда мұхиттан ғана тұратын құрлығы жоқ планета. Ал атмосферасы газға оранған. Соған қарамастан ғалымдар бұл жағдайдың өзі кей тіршілік иелеріне қолайлы деп есептейді. HD 855-12b. Бұл планетаның атауы керемет болмаса да, ол біздің жерімізге ұқсас. Кеплер секілді HD 855-12b да жерден шамамен 4 есеге үлкен. Бірақ оның гравитациясы жерден әлде қайда әлсіз. Сол себепті де адам өзін ол жерде жеңіл сезінеді, бірақ ерте қартаяды. Себебі бұл жердегі бір жыл 54 күн ғана болады. Егерде жерде сіздің жасыңыз 20-да болса, HD планетасында сіздің жасыңыз 135-ке келеді. Бұлайша айтқанда, салмағы өте жеңіл қарт боласыз. HD өзін өзі айналмайды. Сол себепті де оның бір беті үнемі күнге қарап тұрады. Сондықтан оның жарық бетіндегі климат өте ыстық. Егер адамзат осы планетаға қоныс аударса, міндетті түрде жарық жақта өмір сүруді таңдайды. Және бұл жерде мекен етуге болады. Ол жерге қарағанда 4 есе жарық көп қабылдайды. Оған қоса ғалымдардың ойынша, ол жерде жаңбыр жауғыза алатын бұлттар да бар. Бірақ ең қиыны HD жерден 36 жарық жылы қашықтықта орналасқан. Глизи 667 cc. Біздің жер шарымыздан 22 жарық жылы алыстықта орналасқан. Глизи жерге өте қатты ұқсас. Тіпті орташа температурасы да жердің орташа температурасымен тепе-тең келеді. Орташа температурасы 9 градус. Қатты ыстық, немесе қатты суық емес. Ғалымдар осы жағдайларды ескере отырып, Глизи 667 cc планетасында қарапайым организмдер бар деп болжады. Бірақ тағы бір тұжырым бойынша, бұл планетаның бетінде атмосферада су да жоқ. Сол себепті де жарық жұлдыздан төгілген барлық зиянды ультракүлгін сәулелер тіршіліктің туындауына кедергі келтіреді. Атмосферасы болмағандықтан, жарық жұлдыздан төгілген барлық зиянды ультракүлгін сәулелер тіршіліктің туындауына кедергі келтіреді. Тағы бір кедергі болып тұрған нәрсе, ол оның көлемі. Глизи жерден 4,5 есеге үлкен. Ал ол жердегі гравитация Кеплер 22b'дің гравитациясынан да жоғары. Және бір жылда тек 28 күн бар. Барлығына қоса, бұл планета үнемі өзінің күніне қарап тұрады. Кеплер 186f. Бұл планетаны ғалымдар 2014 жылы ашқан. Жерден ерекшелігі оның көлемі 10%-ға үлкен. Және ол жерде тастақты аймақтар көп. Бұл планетада бір жыл 130 күн. Ал бізден ол 557 жарық жылы қашықтықта орналасқан. Біздің жоғарыда айтқан планеталарымыз секілді, бұл да өзін өзі айналмайды. Бір беті үнемі күнге қарап тұрады.
Соған қарамастан тіпті күн түсіп тұрған аймағы да түнек басқан. Жерге өте аз күн жарығы түседі. Кеплер 62e. Бүгінгі тақырыпта бұл планета өмір сүруге ең қолайлысы болып табылады. Өзінің күніне өте жақын орналасқан және бүкіл аумағы мұхитқа оранған, ал мұхит түбі тастақты болып келеді. Ол жердегі теңіздің үлкендігін біз тіпті көзімізге елестете алмаймыз. Егер оның жанына тынық мұхитын қойсақ, ол көлге тамған тамшыдай болады. Бұл мұхитқа оранған Кеплер 62 планетасы біздің жер шарымыздан шамамен 1200 жарық жылы қашықтықта орналасқан. Кеплерден шағылысқан жарық бізге жету үшін өте көп уақытты қажет етеді. Сол себепті де біздің заманымыздан бұрын 9 ғасырда Кеплерден шыққан жарық біздің көзімізге енді ғана көрініп тұр. Тигарден Би. Ең таңғаларлық табылған планеталардың біріне ғалымдар Тигарден Биді жатқызады. Ол жерден 12,5 жарық жылы қашықтықта орналасқан. Тигарден Би теориялық тұрғыдан тіршілігі бар планета болып саналады. Ол күн жүйесінде айналмайды. Тоқты шоқ жұлдызында орналасқан. Ол Жерге Ұқсас планета. Планетаға жарық бөліп, оны жылытатын 2013 жылы ашылған Тигарден деген жұлдыз. Тигарден жұлдызы біздің күнімізден әлде қайда жеңіл. Оның жасы шамамен 8 миллиард жыл. Бұл жұлдызды Тигарден Биден бөлек тағы бір планета айналады. Тигарден Си. Тигарден Си жұлдызынан алшақтау болғандықтан температурасы орташа есеппен -47 градус. Ал Тигарден Бидің орташа температурасы 28 градус. Планетаның орналасуы мен оның қасиеттері жерге өте ұқсас. Бірақ бұл планетаға қоныс аударсақ, біз үйреніп қалған өмір салтын өзгертуімізге тура келеді. Себебі бұл жердегі бір күн жердегі 5 күнге тең. Осы жоғарыда айтылған жағдаяттарға байланысты бұл планета тіршілігі бар планеталардың бірі ретінде қарастырылады. Ғалымдардың ойынша, егер адамзат ұзақ қашықтықты бағындыратын кеме ойлап тапса, бірінші қоныс аударуға тұрарлық планетаға Тигарден Би планетасын ұсынуда. Ғалымдар үшін тағы бір басты сұрақ ол атмосфера мен ауаға байланысты. Егер ең маңызды бұл екі зат болса, Тигарден Би керемет планета. Планета өте алыста орналасқандықтан біздің қазіргі технологиялармен зерттеу қиындық туындатып тұр. Бұл жерде сұйық су да көп болуы қажет. Енді қараңыз, су бар, температура қолайлы, ешқандай қауіпті жауындар жоқ, дауылдар да кездеспейді. Нағыз арман планета ғой, Енді тек ол жерде атмосфера мен ауа бар жоғын анықтап, алыс қашықтыққа ұшатын кеме жасасақ болды. Біз жаңа үй табамыз. Видеоның тоқетеріне келсек, әркімдікі өзіне, ай көрінер көзіне демекші, басқа планеталарға көз қырымызды сала бермей, өз планетамызға қамқорлықпен қарайық. Ендеше бүгінгі қызықты видеомыз соңына жетті. Сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуру. Арнаға жазылып лүпіл басуды ұмыт қалдырмаңыздар. Келесі қызықты бейне жазбада кездескенше, қош сау болыңыздар.